Бәріңе сәлем. Бүгін сіздерге «Дыши во мгле» деген кино туралы айтатын боламын. Видеоны көрмей жатырып, каналға подписаться етуді ұмытпа. Матия деген бір кісі жұмыс бабындағы іс-сапардан келе жатады. Ол ұшақта ұйықтап жатып түс көреді. Түсінде бір қыз гүлді шалғында жүгіріп жүреді. Матия аэропортқа келгенде қызы Сараға хабарласып, жақында оған баратындығын айтып уәде береді. Матия үйіне кіре берісте қаладағы ластанған ауаның кесірінен кислородтық бетпердемен демалатын көршісін көреді де оған үйіне кіруге көмектеседі. Матия қызы мен әйелінің үйіне қарама-қарсы үйде тұрады. Әйелінің есімі Анна, ол ғылыммен айналысады. Олардың қызы Сараның ауруына байланысты Сара күндіз-түні арнайы барокамерада тұруға мәжбүр. Сара тазартылмаған ауада демалса өледі. Сара ата-анасымен рация арқылы сөйлеседі. Матия Аннаға өзінің Канадада болған, ол жақта Сараның ауруының емдеу әдісін меңгерген ғалымдармен кездесіп сөйлескенін айтады. Бірақ ол ғалымдардың емдеу әдісі сынақтан өткізбегенін айтады. Матия Сараны Канадаға емделуге жібергісі келеді. Бірақ Анна ғалымдар бізді алдап тұрған сияқты деп қорқып, Сараны Канадаға жіберуге қарсы болады. Күнделікті оқшаулануына қарамастан Сараның достары бар. Олар да Сара секілді аурумен ауырып барокамерада өмір сүреді. Матия душқа түсіп жатқанда теледидардағы жаңалықтардан Европадағы түсініксіз жер қозғалысы туралы айтып жатады. Сол кезде үй сілкіне бастайды. Жарықтардың бәрі сөніп қалады. Далада сирена ойнап жатады. Адамдар айқайлап, дүрбелең басталып кетеді. Матия жылдам киініп сыртқа шығады. Адамдар паника жасап, барлығы бір нәрседен қашып бара жатады. Матия адамдарды соншама шошытқан не екен деп қарауға барады. Ол жақтан үлкен үйлердің арасынан келе жатырған тұманды көреді. Ол тұманның арасында қалып қойған адамдар құлап өліп жатады. Матия бар жылдамдықпен әйелі мен қызы тұратын пәтерге жүгіріп барады. Ол әйелін алып дереу пәтердің екінші қабатына барады. Ал Сара зарядкасыз таусылғанша оған қауіпсіз болатын барокамерада отырады. Ол үйдің бәрін тұман басып барады. Матия мен Анна бар жылдамдықпен жүгіріп сол үйдің ең жоғарғы қабатындағы пәтерге барады. Ал төменгі қабаттардың бәрін тұман басып кетеді. Ең жоғарғы қабаттағы пәтерде Люсиен және Калет деген екі үлкен қарт кісілер тұрады. Олар балконға шығып, жан-жақтың бәрін тұман басып кеткенін көреді де пәтердің ішіне қайтып кіреді. Анна қызы Сара отырған барокамераның зарядкасын телефондағы приложение арқылы бақылап отырады және қызымен рация арқылы сөйлесіп отырады. Матия пәтерден бинокль тауып алады да труба мен крышаға шығып тірі қалған адамдар бар ма екен деп қарайды. Люсиен үйінен ескі радионы тауып алады да оны қосуға тырысады, бірақ ештеңе шықпайды. Радио сынып қалған. Матия тұманның өте биік тұрғанын көреді. Оған көршісінде кислородтық бетперде бар екені есіне түсіп кетеді де бар демін ішіне жинап тұманның арасына кіріп төменгі қабатқа түседі де көршісіндегі бетперден алып киіп алады да қызы Сараға барады. Барокамераның батареясын ауыстырады. Матия өзінің пәтеріндегі су мен фонарды алады да сыртқа шығады. Көшеде ешқандай тірі жан жоқ, барлығы қирап жатады. Матия гибридті машинаны көреді де одан аккумуляторын шешіп алады. Бір дауыстарды естіп қалады да сол дауысқа қарай жүріп келе жатқанда алдынан әскери солдаттар шығады. Солдаттар қорғаныш бетпердесін тағып алған. Олар тірі қалған адамдарды ең биік ғимаратқа апара жатқанын айтады және Матияге өздеріндегідей бетперде береді. Әскери солдаттар Матияге бізбен бірге жүр деп айтады, бірақ ол бас тартып қызы Сараға запас баллон беруін сұрайды. Анна мен Сара Матияның жоқ болып кеткеніне қорқып уайымдап отырады, бірақ Матия үйіне қайта оралады. Ол түнде тұманның қандай биіктікте көтерілгенін көру үшін подъезге шығады және қабырғаға тұманның қазіргі тұрған жерін сызып қояды. Тұманның қанша уақытта қандай биіктікке көтерілетінін білу үшін. Матия осы туралы Аннаға айтып, оларды құтқару үшін енді ешкім келмейтіндігін сезеді. Түнде Матия ұйықтап жатқанда Анна бетперде тағып алып өзінің қызы жатқан пәтерге радионы жөндеу үшін инструменттер алуға барады. Анна таңертең радионы жөндеп қояды. Матия ұйқысынан тұрып Аннаның жанына барады да радионы көреді. Радиода билік басшылары халықтан үйден шықпауларын сұрап, арттарынан көмек жіберетіндігін айтып жатады. Сол сәтте даладан бір дауыс шығады. Матия мен Анна крышаға шығып бинокльмен қарайды. Олар тірі қалған адамдар жиналған ең биік ғимаратта жанжал болып жатқанын көреді. Матия мен Анна дереу бұл пәтерден кету керектігін түсінеді. Олар Сараны биік ғимараттағы барокамерада тұратын досының қасына апаруды ойлайды. Сараны ол жаққа аман-есен жеткізу үшін лабораториялық костюм алу керек. Матия мен Анна қызымен қоштасып Сараның құрбысының үйіне жол тартады. Матия мен Анна Сараның құрбысының үйінің есік алдына келіп үйіне кірейін деп жатқанда оларға бір ит бас салады. Олар қашуға мәжбүр болады.
Қашып келе жатқанда тұманнан ештеңе көрмей Матье сол жердегі көлге құлап кетеді. Анна иттен қашып құтылады. Матье көлден шығып жатқанда бір машинада қорғаныш костюм киіп алған адамның өлі денесін көреді. Ол өлген адамның үстінен костюмді шешіп алуға дәті бармайды. Матье лабораторияға кетіп қалады. Сол жақтан Аннаны жолықтырады. Лабораторияның ішіне кіріп өздері керекті костюмді алады. Сол сәтте көрші бөлмеде өрт болып жатқанын көреді. Олар байқаусызда басқа есікті ашып қалғанда оларды отты толқын лақтырып жібереді. Есін жиып демала алмай жатады. Матьенің бетпердесінің трубасы үзіліп кеткен екен. Анна екеуі кезектесіп Аннаның бетпердесімен демалады. Солай екеуі сол ғимараттың ең биік қабатына барып Анна Матьенің жарасын таңып береді. Матье екеуіміз бір бетпердемен жүре алмаймыз деп Аннаға костюмді беріп Сараға жібереді. Матье өзі кришамен жүріп үйіне қарай жол тартады. Жолда бір баллон тауып алады. Соны алып тағып жатқанда оған бір қаруланған ер адам келіп, біз бәріміз өлеміз, мен сені бұл азаптан құтқарғым келеді деп Матьені өлтірмекші болады. Екеуі жанжалдасып жатады да төменге қарай құлап кетеді. Әлгі балаға дем жетпей өліп қалады да Матье аман қалады. Анна бұл кезде үйіне бара жатады. Үйіне кіре берісте баллондағы кислород мөлшері таусылып қалады. Анна бар демін жинап жоғарыға қарай жүгіреді. Жоғарыға жеткен Анна костюмді ашып қараса, костюм отты толқынның кесірінен күйіп қалғанын көреді. Ол қызымен рация арқылы сөйлеседі де оны жұбатып жатады. Сара өзінің жақында өлетіндігіне көзі жетіп соған көніп отырады. Сол сәтте Аннаның телефонына барокамераның зарядкасы 5% қана қалғанын көрсетіп сигнал соғады. Анна дереу барокамераның батареясын ауыстырмақшы болып төменге түсуге бара жатқанда Люсьен оны тоқтатып Сараға мен барамын дейді. Менің жасым келген адамын, мен өлсем ештеңе етпейді деп айтады. Анна оған қарсы болып өзі бар демін жинап төменге Сараға түсіп кетеді. Анна демі таусылғанша барокамераның батареясын ауыстырады. Сара анасына дереу жоғарыға баруын сұрап жатады. Бірақ Анна жоғарыға шығып үлгермейтіндігін біліп, Сарамен қоштасып кетіп қалады. Сол сәтте Матье үйіне жетеді. Ол жоғарыға көтеріліп бара жатырып Сараның айқайлаған даусын естіп қалады да дереу Сараға барады. Сара Матьеге Аннаның кетіп қалғанын айтады. Матье Аннаны іздеуге кетеді де лестницадан оның өлі денесін көреді. Сара әкесі Матьенің жылап жатқанын естиді. Матье пәтерге келіп рациямен Сараға бәрін айтады. Матье картамен маршрут сызып дәптерге запись жазып отырады. Сол уақытта жер тағы сілкініп тұман биікке көтеріледі. Матье баллонды алып бағанағы өлі адамның үстінен көрген костюмді барып алуға жол тартады. Матье ол костюмді қызы Сараға әкелгісі келеді. Люсьен мен оның әйелі Калетке де баллонын әкелгісі келетінін айтады, бірақ Люсьен оған қарсы болады. Ол әйелі екеуінің жеткілікті өмір сүргенін айтып, тыныш ана өмірге кеткісі келетінін айтады. Матье Люсьен мен Калетпен және Сарамен қоштасып жолға шығып кетеді. Люсьен мен оның әйелі қолсызып жатып, екеуі пәтерді тұман басқанын күтіп жатады. Матье жаңағы костюмді алып жолда келе жатып скутерді көреді де ол скутерге отырып үйіне қарай жол тартады. Жолда келе жатқанда ол байқаусызда алдынан жүгіріп шыққан бір баланы қағып кетеді де бір машинаға соғып құлап түсіп басын жарақаттап алады. Матье ештеңеге қарамастан орнынан тұрып үйіне қарай жол тартады. Үйінің жанына келгенде әлі кетіп отырып қалады. Сара рациямен әкесін айқайлап шақырады, бірақ ешкім жауап бермейді. Сол сәтте Сараның үйінен адамдардың жүрген дауысын естиді. Ол адам Сараның барокамерада тұратын досы екен. Сара досы екеуі Матьені іздеуге шығады да Матьені есік алдынан тауып алады. Тұман Сараның ауруымен ауыратын адамдарға зияны жоқ екен. Олар басқалар үшін улы болған ауада еркін демала алады екен. Матье қызы үшін өте бақытты. Ол өз демін өзіне жинап, қызы Сараның бетіне сүю үшін бетпердесін шешеді. Ол Сараны тұман басқан көшенің ортасында қатты құшақтап тұрады да есінен танып қалады. Матье түс көріп жатады. Түсінде Сара және басқа да балалар шалғында ойнап күліп жүгіріп жүреді. Матье көзін ашып қалса төсекте жатады. Жарасын біреу таңып қойған. Ол жан-жағына қараса, бұрын Сара жатқан барокамерада жатады. Ол рацияны алып Сарамен сөйлеседі. Тура бұрын өзі Сарамен сөйлескендегідей. Ал сіз осындай жағдайға түссеңіз не істер едіңіз? Комментарияға жаза кетіңіз. Достар, осы секілді қызықты видеоларды көргілеріңіз келсе, каналға жазылып, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Келесіде кездескенше.